أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقا وفهما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі қасиетті жұма күні мешітке басып келген қадамдарымызды Аллах тағала сауапқа жазсын, күнәларымызды кешіріп өзінің рахымына мейіріміне бөлесін. Амин. Бүгінгі тақырыбымыз исламдағы жастар тәрбиесі жайында. Енді жастық шақ деген өте жақсы кезең, адам өміріндегі өте бір жақсы кезең. Құранда Аллах тағала өзі айтпақшы, біз сендерді әлсіз қылып жараттық дейді, одан кейін күш қуат бердік дейді, одан кейін қайтадан әлсіретіп, яғни қарт адамға айналдырдық дейді. Кішкентай бала болып, сәби болып әлсіз болдық. Одан кейін ер жетіп, Аллах тағала күш қуат берді. Сол Аллах тағала өзі күш қуат беріп, ер жетіп жүрген кезімізде ар жағынан жасымыз үлкейіп, қайтадан күш қуатымызды Аллах тағала алып, азайтып, сөйтіп адам қартаяды. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қарттық келместен бұрын жастық шақтың қадірін біл деген хадисі бар. Ол баршамызға керемет насихат. Аллах тағала да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да хадисте жастық шақта жасаған құлшылықтың Аллах тағаланың алдында дәрежесі жоғары екендігін айтады. Ол мына хадисте көрінеді. Білесіздер, жеті топ адам болады. Аллах тағаланың аршысының көлеңкесінің астында болады дейді. Басқа адамдар не істеп жатқан кезде, қиналып жатқан кезде, Аллах тағаланың аршысының көлеңкесінің астында болатын жеті топ адам болады. Соның бір тобы кім дейді? Вашаббун наша'a фи ибадатиллах. Жастар өзінің жастық шағын немен өткізген? Аллаға ғибадат жасаумен өткізген дейді. Жастық шағын ғибадат жасаумен өткізген жастар деп айтады. Сол үшін жастық шақта, өйткені қараңыз, бұны неге айтып жатыр? Өйткені жастық шақта адам күш қуаты тасып тұрған кезде неше түрлі нәрсе істеуі мүмкін ғой, мысалы. Мысалы, дүниенің қызығына не істеп алданып, неше түрлі күнәлі істерге кетіп қалуы мүмкін. Бірақ соның барлығынан тыйылып, мысалы өмірін білім жолына арнап жатса, немесе ғибадатқа арнап жатса, тақуалыққа арнап жатса, мысалы, қандай керемет. Аллах тағаланың алдына барған кезде ол не істейді? Соның барлығының сауабын алады. Ал қаншама жас жігіттер жүр, мысалы, өзінің өмірін, өзінің күшін басқа нәрсеге жұмсап жатыр, күнәлі іске жұмсап жатыр. Өзінің уақытын күнәлі іске жұмсап жатыр. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да бізді өмірбаянын қарап отырсаңыздар, жастарды не істеген? Көп жастарға насихат айтқан, жастарды көп жаңағыдай жақсы іске шақырған, жақсы амал жасауға, жастарды бір басшылыққа да қойған, үйренсін деп. Жастар, мысалы, білесіздер, Мусаб ибн Умайр радиаллаху анху сахаба жас кезінен басшы болған, мысалы. 18 жасар, 17 жасар жігіттер 60-тағы ақсақалдарға басшы болған, басшылық қойғанда. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басшы боласың дейді, ол кезде ондай жоқ қой. Сен боқбұрын, сен кімсің, маған басшы болатын, маған бұйрық беретін кімсің деп өйтіп айта алмайды ғой. Ондай түсінік жоқ ол кезде. Түсінік болды ғой, әрине, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп оның бәрін жойды, ондай түсініктің барлығын. Мысалы, өзінен қаншама, мысалы, жас ғалымдар болды, сабақ берген, үлкен ақсақалдарға сабақ берген. Олар келіп ақсақалдар айтқан жоқ, сен
маған не үйретесің деп, мысалы мен өмір көрген адаммын ғой, жасым 60-та 70-ке келді, сен маған жасың 20-да болып не үйрете аласың деп. Жоқ, ондай айтқан жоқ. Өйткені ол білім жасқа қарап бермейді Аллах тағала. Ол білім деген ризық, Аллах тағала өзі қалаған адамына береді. Үлкен болсын, кіші болсын, сол адамнан барып алады. Бізде ондай тәкаппарлық дейді. Оны тәкаппарлық деген бізде мұсылмандардың арасында болмау керек. Ондай жаңағыдай менсінбеушілік деген болмау керек. Иә, білім кімде бар, содан барып білім алынады. Кімді басшы қылып қояды, соған бой ұсынылады, сондай нәрсе. Бізде шариғатымызда осы нәрсеге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізді үйретіп кеткен осыған да. Иә, мысалы бір хадисінде айтпаймын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ол кезде жаңағыдай құлдық деген болды ғой. Құлдық деген ең адамдар төменгі дәрежеде жаңағыдай өзінің қызметшісі қылып алады, құл қылып алады, жұмсайды, сөйтіп өзінің жұмысын істетеді. Сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оғанда да не істеді? Олардың да дәрежесін көтеріп айтты. Егер сендерге кәдімгі қара құл келіп басшы болатын болса, оған бойсұнасыңдар деп айтты. Иә, басшы бұл қаралмайды. Қандай басшы? Жас екен, ой, мынау біздің жаңағы бізге қызметші болып жүрген адамды басшы қылып қойды деген сияқты, ондайға қаралмайды, көрдіңіз бе? Сол үшін де жастықтың несі, рөлі біздің шариғатымызда өте жоғары бағаланады. Енді жастарымызға біздер нені үйретуіміз керек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын қарай отырсақ, бірінші имандылық. Жақсы иманды болуға тәрбиелеуіміз керек. Жастардың ішінде өзіміздің балаларымыз да кіреді. Мысалы кішкентай әрбір отбасы өзінің балаларынан бастап жақсы тәлім тәрбие берсе, өскенде де жақсы не болып, азамат болып, жақсы ер жетіп өседі. Иә? Мысалы пайғамбарларды алып қарайтын болсақ, пайғамбарлар, мысалы Ибрахим пайғамбардың мынандай дұғасын келтіреді Аллах тағала Құранда. Ибрахим сүресінің 40-шы аятында: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Робби джални муқимас салати ва мин зуррияти роббана ва тақаббал дуа." Раббым мені және менің ұрпақтарымды ішінен намаз оқитындарды шығар дейді. Иә, мені намаз оқитын қыл дейді, және менің ұрпақтарымның ішінен де намаз оқитындарды шығар деп дұға қылған, және Раббымыз біздің дұғаларымызды қабыл ет деген. Қарасың, осы жерде қарасаңыз, тек қана өзін айтып отқан жоқ, өзін айтып отқан жоқ, өзін айтты, және де өзінен кейінгі несін айтып отыр, өзінің ұрпақтарын, яғни өзінен кейінге келетін жастарды айтып отыр. Сол сияқты бұл дұға біздерге де не үлгі, осы дұғаны әрдайым жасап жүруіміз керек. Бұл балдарымыз мысалы құлшылық жасасын десек, осы дұғаны әрдайым жасап жүруіміз қажет екен. Өйткені біз қанша жерден балдарымызға намаз оқы, ораза ұста деп айтқанмен, егер Аллах тағала олаған нәсіп етпесе, ол істемейді оны. Аллах тағала бермесе, Аллах тағала жүрегіне салмаса, оны істемейді. Сол үшін біз Аллах тағаладан не істеуіміз керек? Олар да намаз оқыса екен деп дұға жасауымыз керек. Олар намаз оқыса екен деп дұға жасауымыз керек. Ораза ұстаса екен. Одан кейінгі нәрсе, жақсы білім беріп үйретуіміз керек. Жастарымызға, балаларымызға жақсы білім беруіміз керек. Өйткені білесіздер, білім деген ол көп нәрсенің бастауы, көп жақсылықтың бастауы. Білімсіз болатын болса, ол не болады? Өзіне, әрбір адамға өмір сүруіне өте қиын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінде не істеп айтқан? Білімге көңіл бөліп көп хадистер айтып кеткен. Соның бірі толабул илми фаридатун аля кулли муслимин. Білім талап қылу әрбір мұсылманға парыз деген. Біздің әрбір мұсылманның өзінің білуі керек болған білімі бар. Мысалы намаз оқу үшін намаздың несі, намаздың парызы қандай, ішкі сыртқы парызы, оның алдындағы дәреттің парыздары, намазда не бұзады, білу парыз, білу парыз. Егер білмейтін болса не болады? Күнәһар болады деген сөз. Білмей намаз оқып жүре беретін болса, ораза ұстаса да сол оразаның парызы не, оның бұзатын нәрсесі не. Сол сияқты жаназа, кебіндеу, жерлеу,
жуындыру дегенді әрбір мұсылман білу парыз. Білмеген адам не болады? Күнәһар болады деген. Иә. Сол үшін бізде өзімізге білу керек болған білім бар. Құран оқып білу әрбір мұсылманға парыз. Білмеген адам күнәһар болады. Дұрыс па? Құранды тәжвидпен оқи алмаған, дұрыстап оқи алмаған адам. Сол үшін де осы білімдерді өзіміз үйреніп, өзімізден кейінгі балаларымызға да осы білімді үйретіп, қолымыздан келгенше насихаттауымыз керек. Бір оқиға айтайын. Хижраның 96 жылы бір жігіт әкесімен бірге қажылыққа барады. Қажылыққа барған кезде мешіттің ішіне кірсе, харам мешіті ғой, соған кірсе, ішінен бір кісі уағыз айтып отыр екен. Айналасынан адамдар жиналып қалған, жиналып отыр, бір кісі уағыз айтып отыр дейді. Сосын әкесінен сұрайды, бұл кісі кім кісі деп, бәрі айналасына жиналып отыр, өзі ортасында отыр, уағыз айтып отыр. Сөйтсе, әкесі айтады, бұл деген Абдуллах ибн Харис әз-Забиди радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы, сондай абзал жан деп айтады. Сосын жаңағы жігіт не істейді? Енді ол кезде сахаба деген жұлдыз ғой, жұлдыз сахаба деген ол кезде. Сахабаны көру, сахабалар жаңа кезінде табиғиндер пайғамбарымызды қалай көруге асығып кетті. Енді пайғамбарымызды көрген адамды кейінгілер көруге асығып кетті сахабаларды. Сахабаларды көрсе, қолын ұстап деген секілді, қасында жүріп, әңгімесін тыңдап, бір ауыз насихатын тыңдап, пайғамбарымызды көрген адамдар олар. Пайғамбарымыздың тәрбиесін алған адамдар. Сол үшін сахаба дегенге жаңа жігіттің жүрегі елжіреп, жаңағыдай сол енді сөзін алып қалсам екен, тыңдап қалсам екен, білімін алып қалсам екен деп не істейді? Сон барады. Сол кезде жаңа жігіт, жас жігіт сахабаның мынандай бір сөзін естіп қалады. Кім өзін Алланың дінін түсінуге арнаған адамды Аллах Тағала күтпеген жерден ризықтандырып қояды деген хадисті айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни білім жолына арнаған, өзінің білім жолына арнаған адамды Аллах Тағала күтпеген жерден ризықтандырып қояды деген. Соны естиді, жаңа жігіттің не істейді? Осы сөздер өте қатты әсер етеді. Әсер етіп, өзінің білім жолына арнайды, одан кейін үлкен ғалым болады. Бұл ғалым ислам әлеміне танымал кім дейтін болсаңыздар, Нуман ибн Сабит рахматуллахи алейхи, имам Ағзам Абу Ханифа. Осы жігіт. Қандай, қараңыз, бір сөз қалай әсер етті? Бір сөз қалай әсер етті? Олар қалай соған амал жасады, мысалы. Осында үлкен не болды? Ғалым болды. Сол үшін одан кейін мақсат, жастарға мақсат қоюды үйрету керек. Мақсат қою. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады хадисінде, иннамал амалу биннияти ва иннама ликулли имриин ма нава. Әрбір амалдардың барлығы ниетке байланысты. Және кім не нәрсеге ниет қылса, соны алады деген. Соған қол жеткізеді деген. Сол үшін жастардың ниеттері дұрыс болу керек, мақсаттары дұрыс болу керек екен. Жаңағыдай арзан ниет, арзан мақсат емес, үлкен-үлкен мақсаттар қою керек. Үлкен-үлкен мақсаттар қою керек. Қоғамға пайдасын тигізетін деген секілді. Мысалы, оған мысал ретінде айтатын болсақ, тағы да сахабалардың өмірбаянынан білесіздер, Абдуллах ибн Зубайр, Мусхаб ибн Зубайр, Урва ибн Зубайр, Абдул-Малик ибн Марван деген сахабалар болған, атақты табиғиндер болған. Солардың бір жерге жиналып, Қағбаның қасында бір жерге жиналып, қажылыққа барған кезде, Қағбаның қасында бір жерге жиналып, не істейді? Бір бұрышқа жиналып, бір-бірімен әңгімелесіп отқан кезде, арадан біреу айтады, біздер енді осы сәтті пайдаланып дұға қылайық дейді. Бізге не керек? Жалпы қандай мақсат қоямыз алдымызға? Дұға қылайық деген кезде айтады, енді біреу айтады, менің тілегім, ішінде кім айтады? Абдуллах ибн Зубайр айтады, менің тілегім осы Хижаз, Араб аймағына иелік ету дейді. Сол жерге басшы болғым келеді дейді. Одан кейін айтады, Мусхаб айтады, оның бауыры айтады, мен сол екі Иракқа, Куфа мен Басраға басшы болғым келеді дейді. Одан кейін не дейді? Абдул-Малик ибн Марван деген айтады, мен халифа болғым келеді дейді. Бүкіл исламды басқарғым келеді дейді. Мұсылмандардың барлығының басшысы болғым келеді. Сосын төртінші кім? Урва ибн Зубайр айтады, ол ешқандай үндемей тұрады дейді. Сосын айтады, сен не сұрайсың Алладан? Қандай тілегің бар десе, мен
сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолын жалғастырғым келеді, яғни білім жолын дейді. Пайғамбарымыз Құранды үйреніп, сүннетті жақсы үйреніп, сол Құран мен сүннетті адамдарға үйреткім келеді дейді. Сондай ғалым болғым келеді дейді. Сол осы 4 жігіттің несі дұғасы не болады, қабыл болады. Жаңа өздері айтқан сияқты барлығы басшысы болады. Абдул-Малик ибн Маруан деген естіген шығарсыздар, ол да атақты халифа болады. Исламға өте үлкен еңбек сіңірген. Урва ибн Зубайр деген не болады? Зубайр ибн Ауамның баласы ғой, радиаллаху анху. Ол да үлкен ғалым болады. Сөйтіп тарихта аттар қалады. Сол үшін мақсат не? Үлкен мақсаттар қоюымыз керек екен. Жастарға соны үйретуіміз керек. Одан кейін қоғамға пайдалы болуды үйретуіміз керек. Қоғамға жақсылық жасауды. Құранда Аллах Тағала айтады, Кахф сүресінің 30 аятында: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлазина аману ва амилус салихати инна ла нуди'у ажра ман ахсана амала." Расында иман келтіргендер және салихалы амал жасағандар, біз олардың не істейміз дейді? Жақсы ізгі амалдарын жоймаймыз дейді. Жақсы амал жасаса, біз олардың амалдарын жоймаймыз дейді. Сауабын жоймаймыз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істейді? Біздерге сол қоғамға жақсылық жасауды үйретті. Өзінің атақты хадисінде білесіздер, адам қайтыс болған кезде артынан 3 амалы қалады деді. Ол 3 амалы сауабы барып тұрады деді. Барлық амалын тоқтайды, 3 амалының сауабы барып тұрады. Соның біріншісі не деді? Тоқтамай барып тұратын садақа деді. Тоқтамай барып тұратын садақаның ішіне не кіреді? Жаңағыдай үзілмейтін садақа ғой, үзілмейтін садақа. Жаңағыдай осындай мешіт салса, медресе салса, мектеп салса, аурухана салса, жол салса, құдық салса деген сияқты ғой. Яғни былайша айтқанда, қоғамға бүкіл адам пайдаланатын нәрсе жасаса. Қандай нәрсе керек болып жатыр қазір мысалы, сол нәрсені халыққа жасап берсе, сол не болады? Садақа жария дейді. Сол тоқтамай сауабы барып тұрады. Сол салған нәрсесі қанша тұрады, соншалықты сауабы бара береді. Мысалы, бір жерге көпір керек болып, немесе бір жерге жол керек болып, жолды жақсылап тұрып жол салып берсе, сол салған жолы қашан бітпейінше, қирамайынша сол сауабы барып тұра береді сол адамға. Өйткені адамдар үстіне жүріп жатыр, пайдаланып жатыр, мысалы, көлік жүріп жатыр деген сияқты. Сол үшін де осындай бір нәрселер. Мысалы, білім қалдырып кеткен адамдар артынан, мысалы, кітап жазып кеткен. Олардың да біз білімін пайдаланып жатырмыз, мысалы, ғалымдардың кітаптарын оқып жатырмыз. Солардың барлығының сауабы барып тұра береді артынан. Сол үшін де біздер жастарымызға жаңағыдай осындай қоғамға пайдасын тигізетін, тіпті өзі дүниеден өтіп кетсе де артынан пайдасы тиіп тұратын бір амал жасап қалуға үйретуіміз керек екен. Құранда Аллах Тағала айтады, Нахл сүресінің 97 аятында: "Ман амила салихан мин закарин ва ау унса ва хуа муъминун фалануджзияннаху хаятан таййиба ва ланажзияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун." Садақаллаху азим. Кім салихалы амал жасаса дейді, еркек болсын, әйел болсын, ол мұъмин болып, мұсылман болып жасаса, біз оған не береміз дейді? Жақсы өмір нәсіп етеміз дейді, сыйлаймыз дейді. Және де ақыретте одан да жақсы сауап береміз дейді. Одан да артық қылып сауап қылып береміз дейді. Нәсіп етеміз дейді. Қарасақ, мысалы, жақсылық жасаған адамдарда осы өмірде болсын, ақыретте болсын, ешқандай несі бәрібір өзіне тиесілі жақсылығын алады екен. Жақсылыққа тек не дейді? Жақсылық деп айтады ғой. Сол үшін жастарымызға осындай бірінші иманды болуға, одан кейін білімді болуға, одан кейін мақсат жақсы, алға дұрыс мақсат қойып білуге, одан кейін қоғамға пайдасын тигізіп, барша адамдарға өзінің көмегін, жәрдемін тигізіп жүруді, жақсылығын жасап жүруді үйретуіміз керек. Сонда бізден жақсы қоғам қалыптасады. Біз жастарымызға Аллах Тағала немесін жақсы кемел иман нәсіп етсін, пайдалы білім берсін, жақсы азамат болып өсуін нәсіп етсін, әрбір отбасымыздағы балаларымыздың баршасын салихалы болып өсуін нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк, ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин, бирахматика я архамар рахимин.